Бүгін біз коронарлық артериялардың микроқан тамырлық дисфункциясын талқылаймыз. Аты айтып тұрғандай, микро дегеніміз өте кішкентай дегенді білдіреді. Бәріміз жүрек талмасын тудыратын бітелулер туралы білеміз. Олар ірі қан тамырларындағы бітелулердің салдарынан болады. Енді осы ірі қан тамырлары жүректің ішіндегі ұсақ қан тамырларына жол береді. Енді осы артериялардағы ауруларда мәселелер тудыруы мүмкін. Біз бұл туралы білуіміз керек. Осы ауру түрлерімен ауыратын науқастардың негізгі белгілері ірі бітелулермен бірдей болады. Мысалы, жүру кезінде кеуде ауруы, жүру кезінде демікпе, жүрек қағысының жиілеуі және сол кезде науқас жүрек мәселесі бар жоғын түсіну үшін амбулаторияға келеді. Енді микроқан тамырлық аурулары бар науқастарда, яғни өте кішкентай тамырларда, негізінен ЭК және эхокардиограмма қалыпты болады. Жүгіру жолы тестін жасағанда ол оң нәтиже көрсетеді. Жүгіру жолы оң нәтиже көрсеткенде, әдетте біз науқастарға не коронарлық ангиограмма, не коронарлық ангиограмма жасауға кеңес береміз. Енді осы зерттеулерді жасағанда негізгі артериялардың барлығы таза екенін көрсетеді. Және микроқан тамырлар әдетте бұл зерттеулерде көрінбейді. Бірақ бұл құбылыстың салдары МНОК немесе НОК деп аталатын, негізінен болашақтағы нәтижелер үшін жоғары қауіп бар екенін білдіреді, және олардың қауіп факторларын басқару қажет. Бұл ауру әйелдерде жиі кездеседі, және әдетте қант диабеті, гипертензиясы бар адамдарда кең таралған, егер дұрыс емделмесе. Болашақта қосымша бітелулерге және сонымен қатар сақталған шығарылым фракциясымен жүрек жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Сондықтан осындай симптомдары бар, және осы диагноз қойылған адамдар қауіп факторларын бақылауда. Сақ болулары керек. Олар өздерінің қауіп факторларын оңтайландыруы қажет. Бұл айфын ауру емес, бірақ уақыт өте келе айфын ауруға айналуы мүмкін жасырын ауру. Ол өлімге әкелуі мүмкін. Бұл ескерту белгісі. Коронарлық артериялар ішіндегі метаболикалық синдром сияқты, және ол тамыр қабатының ауруына байланысты болады. Бұл ауру қант диабеті, гипертония, темекі шегу, стресс сияқты қауіп факторлармен байланысты. Енді осының бәрі негізінен осы тамырлардың микроортасын өзгертеді, және осы микротамырларда қабыну басталады. Қабыну болған кезде тығыздық пайда болады, және қан ағымы болмайды. Сондықтан біз ангиограмма жасағанда кейде өте қатты зақымдалған микротамырларда қан ағымы өте баяу екенін байқаймыз. Бұл баяу ағым феномені деп аталады. Бұл құбылыс, егер құбыр өте таза болса және ағым толықтай жүре алса, ағым өте жылдам болады. Бірақ ең шеткі бөлігінде кедергі болғанда, ағым өте баяу болады. Бұл микротамырлардың айтарлықтай зақымдалғанның көрсеткіші. Бұрын бұл құбылыс аса қауіпті емес деп ойлаған. Жоқ, бұл қауіпті емес, бірақ бұл дәрігерге және науқасқа қауіп факторларын жақсы бақылауға алу үшін ескерту. Осылайша болашақтағы оқиғаларды сәтті бақылап, алдын алуға болады. Бұл коронарлық артериялардың микротамырлық дисфункциясы туралы қысқаша. Рахмет.